Иық буынының артриті – буынның және оның айналасындағы жұмсақ тіндердің жедел қабыну ауруы. Ол қозғалыс пен физикалық жүктеме кезінде күшейетін иықтағы өткір ауырсынумен сипатталады. Мысалы, қолды көтеру және бүйірге жылжыту сияқты әдеттегі әрекеттерді орындау мүмкін болмайды. Буынның үстіндегі тері қызарып, ұстаған кезінде ыстық болады. Бұл буын маңы тіндердегі реактивті қабыну процесінің белгісі болуы мүмкін. Ісіну пайда болады және буын көлемі ұлғая түседі. Жиі көрінетін жергілікті өзгерістерден басқа дененің жалпы реакциялары да пайда болады. Олар дене температурасының жоғарылауы, әлсіздік, жұмысқа деген өнімділіктің төмендеуімен көрінеді. Иық буынының артриті инфекцияның фонында дамуы мүмкін. Мұнда екі жағдай қосарланған: инфекциялық агенттердің ағзаға енуі және иммунитеттің төмендеуі. Нәтижесінде буынның синовиалды мембранасы реакция береді. Тағы бір қауіп факторлары жарақаттар, буын маңы байламдарының үзілуі, немесе спортпен және ауыр қол еңбегімен айналысатын адамдарда шамадан тыс жүктемеден соң пайда болуы мүмкін. Тұрақты шамадан тыс жүктеме буынның микрозақымына және буынның қабынуына алып келеді. Артрит диагностикасы лабораториялық зертхана мен аспаптық зерттеу қолдану арқылы жүзеге асырылады. МРТ диагностикасы, буынның ультрадыбыстық зерттеуі, мануалды тексеру. Кейде егер буынның ісінуі айқын болса, онда дәрігер иық буынындағы сұйықтықтың жиналуына күдіктенуі мүмкін. Бұл гипотезаны растау немесе жоққа шығару үшін диагностикалық функция жасалады. Ине буын қуысына енгізіледі және талдау үшін буын сұйықтығын алады. Бұл зерттеу жарақатты болып табылады, өйткені синовиалды мембрананың тұтастығы бұзылып, буын қайталанатын қабынуға осал болады. Сонымен қатар, мұндай буында артроздың даму ықтималдығы жоғары болып, қайтымсыз созылмалы зақымдануға алып келеді. Артритті емдеуде әдетте стероидты емес қабынуға қарсы препараттар қолданылады. Олар диклофенак, ибупрофен, артаксан, ривмоксикам, мелоксикам, кетотоп сияқты дәрілер. Олар өткір қабынуды тоқтатады, бірақ қатты ауырсынуды жеңілдету үшін дәрігер блокадаларды немесе дәрі-дәрмектерді бұлшықет ішіне енгізу мен симптоматикалық емдеуді тағайындайды. 4-5 күннен кейін науқастың жағдайы әдетте жақсарады, ауырсыну басылады, науқас өзін жақсы сезіне бастайды. Осы емнен соң барлығы жақсарды деп науқас бұрынғы әдетіне оралады, бірақ шындап келгенде қабыну азайғанымен толық кетпейді. Буын маңы байламдары және буын синовиалды қабықшалары әлсіз болғандықтан қайталанатын қабынуға бейім болады. Бұл жағдай созылмалы дегенеративті өзгерістердің пайда болуына және артриттен соң артрозға алып келеді. Артроздың негізгі қаупі өкінішке орай буынның қайтымсыз зақымдалуы болып табылады. Бұл жағдайға жеткізбеу үшін консервативті емнен соң оңалту іс-шараларымен айналысу керек. Кинезотерапияның қауіпсіз және тиімді әдісін қолдана отырып, емдеу және оңалтуды жалғастыру қажет. Мұндай жаттығулар буынға қалыпты қозғалыштығын толығымен қайтарады, бұлшықеттер мен байламдарды қалпына келтіреді. Қозғалтқыштың дұрыс жүктемелері қан ағымын, лимфа ағуын және буынның дренажын ынталандырады. Бұл тіндердің қоректенуін қалпына келтіреді және қозғалтқыш қызметінің жұмысын жақсартады. Құрметті достар, сіздерге видео пайдалы болған болса, достарыңызбен бөлісіп, коммент қалдырып, каналға тіркелмеген болсаңыз, тіркелуіңізді сұраймын. Мені қолдағаныңызға мың алғыс. Дендеріңіз сау болсын.